Астана Протеин велокомандасы жаңа маусымда жарысқа шығатын спортшыларды таныстырды. Біріккен Араб Әмірліктерінде жүрген қазақстандық команда құрамындағы 29 жігіттің жоспарында ортаға салды. Биыл Астана жаңадан 9 спортшымен толықты. Атап айтсақ, голландиялық Ларс Бом мен қазақстандықтар Мақсат Аязбаев пен Бақтияр Қожатаев Астана жейдесімен жарысқа шығады. Ларс Бомның міндеті Астана көшбасшысы Винченцо Нибалидің Тур де Франста топ жаруына жол ашу болмақ, ал Мақсат пен Бақтияр командаға тәжірибе жинау үшін қосылды. Негізінен итальяндық Винченцо Нибали мен Фабио Аруға сенім артатын команда бірнеше гранд турда жеңіске жетуді көздеп отыр. Астаналықтар жаңа маусымды Араб түбегінде бастайды. Алғашқысын Дубай көпкүндігі. Мен үшін биылғы жарыс маусымы Дубай көпкүндігімен ашылады. Сосын Оман турына қатысамын. Бұл жарыстарды Тур де Франсқа дайындық кезеңі ретінде қарастырамын. Себебі Франция көпкүндігіне нағыз бабында келсем деймін. Қазір маған көмектесетін жаңа велоспортшылар қосылды. Олардың бәрі де тәжірибелі жігіттер.